Сәлем достар, бүгін сіздерге өте әдемі әрі дәмді гүл-пішінді булочка дайындаймыз. Жұмсақ, иісі мұрын жаратын бұл шай дастарханының сәні. Іші жұмсақ, сырты алтын түстес булочкамыз. Қарапайым құраммен әдемі әрі дәмді нан пісіретін боламын. Керекті заттың барлығын төменге описание бөліміне қалдырамын. Бізге алдымен дрожж, шекер және жылы сүт. Осы үшеуін жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін апарамыз кішкене көтеріледі. Сол кезде қажетті құрамның барлығын салып, тесті илейтін боламыз. Енді үстіне 2 жұмыртқа саламыз, ванилин саламыз кішкене. Тағы да жақсылап араластырамыз. Еріген сармайымызды құямыз. Кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнды 3 бөлікке бөліп салдым. Бұл жерде барлық ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Себебі қамырымыз қатты болып кетеді. 3-ке бөліп салғандықтан қамыр жұмсақ болып иленеді. Жақсылап араластырып алдым. Содан кейін барып қолмен басамыз. Жақсылап илеп аламын. Осындай қамыр болды. Енді оны жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есеге дейін көтерілуі керек. Енді қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, әр бөліктен дөңгелек жайма жасап, ортасын дөңгелектеп, шеттерін кесіп, гүл пішініне келтіретін боламыз. Осылай үлкен қылыпта немесе кішкене қылыпта кесіп алуға болады. Мен өлшеген жоқпын, әртүрлі формада жасадым. Қазір видеода гүлдің жасалу жолын көрсететін боламын. Қамырды осылай дөңгелектеп аласыздар, ішіне қарай қайырып, сосын айналасын осылай кесеміз. Осылай бекітіп, гүл тәрізді етіп шығарамыз. Тағы да көрсеттім. Видеода барлығы анық көрсетіліп жазылып тұр. Енді осы нанның барлығын жасап болғаннан кейін бұл булочканың фишкасы 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Көтерілу керек 20 минут. Содан кейін барып жұмыртқаның тек қана сарысын жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Енді пештің қызуын өзіңіз келтіріп аласыз. Мен 170 градуста жарты сағатта пісіріп алдым. Осындай гүлді дәмді булочкамыз дайын болды. Енді экраннан мен бұның булочканың иісін жеткізе алмаймын. Шаймен керемет үйлесім табатын булочканың бірі. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Өнер Жетпісбайқызы. Келесі видеода дәмді әдемі тағамдар дайындайтын боламын. Сізге рецепт ұнаса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.